сол халық енді рахмет, халқыма тыныштық болсын. Халқыма тыныштық, әлгі берекесін берсін енді. Енді арабыда рахмет бәріне. Маған бересің ғой екен. Халқыма. Менің енді айтарым көке. Мына бізді қолдап келіп жатқан сендерге рахмет. Бірақ та мына туғандарды басымызға шығармай, мына басшылар бола ма, жоғары жақтағы Тоқаевтан бастап тәртіпке келтірсін. Әлгі ерегісіп, мен барып енді Қаракемерді жаулаймын деген сөзді біз естімейік, ондай жасатпасын. Бір, соның бойын бізге халқымызға тыныштық керек. Аман есен халқымыз өзімізді Қазақстанымызды жайнап ойнап күліп жүрейік, сөзді көбейтпей, мынаның бәрін дымын өшіріп бассын болды. Бізге соғыс болмасын. Бүйтсе жан жақтағының бәрі әрең отыр. Халық көтеріп кетсе, кәдімгі азамат соғысы шығып кетеді. Сол үшін тыныштық болсын. Халқымызға айтатынымыз рахмет келгендеріңе жарғым. Ал енді бізге жәрдем беремін десе, өкіметтің жәрдемі бар ғой, берсін. Міне бастан осы советтің уағында инвалид болатын, шал екінші группа. Ал мен кәдімгі ракпен ауырған, онкологический аурумен ауырған 2012-де содан міне келе жатыр, Қызылөңештен 3 жерден жара болды. Міне содан өмір сүріп келе жатырмын. Алла қолдап жүрген шығар. Әлде болса да қолдасын, бірақ та халқым тыныш болсын, мына халықтың аузын жауып, общем тәртіпке келтірсін. Біздің айтатынымыз сол. Өзіміз сәсет тұрамыз, бірімізден біріміз. Тыныштық болсын. Тыныштық болсын негізі. Бізге сол керек. Тыныштық, аман есен, халқым аман есен болсын, тыныштық керек. Халқыма рахмет. Тынышталыңдар, сабаларға түсіңдер. Балаларыма айтарым, жан-жақ көтерілмесін. Жастар аман болсын. Мына туғандардың аузын басып, жағын сендіріп, еш уақытта адеп аузын ашпайтын қылып, тәртіпке келтірсін. Ал енді қазақ балаларым жан-жақтан ар-бері жүгіріп, не болса соған ұрынбай, аман есен ынтымақты өмір сүрейік. Сөйтіп айтар. Друзья, вот наш Аташка, Төлеген Ата. Төлеген Ата живой, но не совсем здоровый. Пожелаем ему здоровья. Пускай выздоравливает. Была информация, что такого человека не существует, что это все неправда. Вот, это правда. Вот человек. Ата, тез сауығып, тұрыңыз екі аяғыңызға. Апа, сізге рахмет. Осындай героический әжека болып жүре беріңіз. Мінеки, сізге тек қана саулық тілеймін. Тезірек жазылып, үйлеріңізге қайтыңыз. Рахмет сізге. Сол жағым, енді төлкі мына халықты екінші енді көтеріліп, анау-мынау сөз болмасын, халық тыныш болсын. Жан-жақтар балаларым аман есен, бәрі құлардар болып жүрек жүргенімен анау-мынауға ұрма бермесін. Тыныш болсын. Сол, мен айтарым. Рахмет. Соғыс болмасын, тәртіпке, мына Тоқаев бастаған, Бердібек Сапарбаев, бәрі мына болған халқын тәртіпке келтірсін. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Пускай Аташка отдыхает. Аман болыңдар, қайда жүрсеңдер аман болыңдар. Рахмет. Рахмет. Маған бір фонарик беріңізші. Фонарик керек маған. Друзья, по какой-то причине в больничной палате, в коридоре, в больнице Алматинской многопрофильной функциональной больницы нет света. Вот, и перегорело, говорит, электричество, персонал говорит. Поэтому сейчас мы оставим Аташку с Ожешкой, чтобы они отдохнули. Вот. Наш Аташка существует, к нему никто не приходил, никто перед ним не извинялся, к нему не приходили, кроме представителей акимата Курдайского района, люди вообще. И я бы очень хотел, чтобы уважаемые наши чиновники, которые в первый же день, когда вчера посетили больницу, как они сказали, надо было вам сюда приехать, уважаемый господин Сапарбаев, посмотреть на этого человека, в каком состоянии он. Или к нему сходить в больницу тогда. Он же тогда, по-моему, еще вчера лежал в Курдайской больнице. А возможно, мы к нему и сходили, я не знаю, не помню. Но факт, что людям есть что сказать. Все, всем спасибо.